Күндердің күнінде Хорасан қаласында дініне берік, құлшылығы мол жұрттың құрметіне ие болған Абдулла ибн Мубарак деген кісі болыпты. Ол Аллахтың берген бойындағы дәулетін қайырымдылыққа жұмсап, жетімнің басын сипап, кедейдің қажетін орындап, адамдарға әрқашан жақсылық жасауды әдетке айналдырған тақуа жан еді. Абдулла жылда қажылық амалын жасау үшін қасиетті Мекке мен Мәдина қалаларына баратын әдеті бар еді. Сондай күндердің бірінде Абдулла жергілікті халыққа жақсылық жасау үшін ағаштан бір сандық жасап, оған қажылық жасаймын деген мұсылмандар ақша жинап, қажылық маусымы келгенде сандықты арқалап барлығы бірге сапарға шығатын ой тастайды. Абдулланың мұндай бастамасын жергілікті халық қуана қолдап, дереу қажылыққа бару үшін барлығы жиған тергендерін Абдуллаға алып келіп беріп жатты. Себебі Абдулла бұған дейін өз тақуалығымен халықтың сенімін ақтаған кісі еді. Абдулла өз кезегінде халық жинаған барлық қаражатты сандыққа сақтап, келесі жылы мұсылмандарға жетекшілік етіп, сандықты қажылыққа алып бару міндетін мойнына алады. Содан қажылық маусымы келіп, хорасандықтар қажылық сапарға шығып, ат терлетіп қасиетті Мекке мен Мәдина қалаларына да жетеді. Сандыққа иелік еткен Абдулла қажылық уақытында жерлестерінің барлық қажеттіліктерін артығымен орындап отырады. Бұған қоса Абдулла елдеріне оралмас бұрын Мекке мен Мәдинадан мұсылмандарға естелік ретінде жеке-жеке сыйлықтар алып берді. Уақыт өтіп, қажылық маусымы да аяқталады. Абдулла өзімен келген мұсылмандарды жинап, елге қайта оралады. Елге келген бойда Абдулла барлығын шақырып отырыс жасайды. Отырыста ол әлгі сандықты ашып, олардың қажылыққа жинаған барлық қаражаттарын түгелдей ортаға шығарады. Бұған таң қалған хорасандықтар: "Біз бұл қаражатты қажылық жасау үшін жинадық емес пе? Сен бізді қажылыққа қандай қаражатқа алып барып келдің сонда?" дейді. Сонда Абдулла: "Сіздердің биылғы жасаған қажылықтарыңыздың барлық шығындарын мен өтедім. Мына сандықтағы жиналған ақшалар сол бойы сақтаулы. Қажеттеріңізге жаратыңыздар" деп барлығына ақшаларын қайтарып береді. Абдулланың мұндай әрекетінен тамсанған мұсылмандар оған деген құрметі одан сайын арта түседі. Арада бірнеше жылдар өтіп, Абдулла өзінің көмекшілерін алып, жиған тергендерін қоржынға салып, тағы қажылық жасау үшін жолға ертерек аттанады. Содан Хорасаннан бірнеше шақырым жүргенде, жолда өлексе құстың етін теріп жатқан ұсқынсыз киім киген кейуананы көреді. Абдулла дереу тоқтап, аттан түсіп, әлгі кейуанаға жақындап: "Аллах тағала өлексенің етін жеуден біздерді тыйған емес пе еді? Бұныңыз не?" дейді таңданған күйде. Кейуана оған қарап: "Менің бұл әрекетімді жаратушының өзіне қалдыр. Аллах маған өлексені жеуді адал еткен болар. Менің күйеуім өмірден өткен. Үйде аш отырған 4 қызым бар. Оларды қалай да бағып қағуым керек. Жергілікті тұрғындар менің жағдайымды біле тұра, маған ешкім қол ұшын созған емес. Сен солардың қатарынан бола тұра, маған ақыл айтқың келеді ме? Мен осындай жағдайдан кейін өлексенің етін жеуге зәрумін. Басқа шарам жоқ" дейді күрсінген күйде. Кенет Абдулланың көзіне жас келіп, айтарға сөзі қалмайды. Біршама уақыттан кейін өзіне келіп, көмекшін шақыртып, "Қоржындағы ақшаның бір шамасын елге қайтуға алып қал, қалғанын мына кейуанаға бер. Бұл біз үшін биылғы қажылықтың орнына жасаған ең абзал жақсылығымыз болады" деп бар ақшаны кейуананың қолына ұстатады. Сөйтіп көмекшілермен бірге Абдулла жарты жолдан қажылыққа бармастан Хорасанға кері қайтады. Хорасанға келгенде ондағы жергілікті мұсылмандар қажылық маусымына жиналып, енді жолға шығып жатады. Мән-жайды ешкімге айтпастан Абдулла әлгі кейуананың жағдайынан қатты әсерленіп, үйінен шықпай, оқшауланып біраз күн жеке қалады. Бірнеше күндерден кейін қажылық маусымы аяқталып, хорасандықтар еліне оралады. Олар елге келген бойда барлығы Абдулланың үйіне жиналып, оны құшақтап, биылғы қажылық қабыл болсын деген дұғаларын айтып, оның биыл қажылықта жасаған жақсылықтарын тағы ризашылығын білдіріп жатты. Мұндайды күтпеген Абдулла таңырқап, қажылыққа биыл бармағанын ешкімге айтпастан, таңданған күйде үйіне кіреді. Сол түні Абдулла терең ұйқыға кетеді. Түсінде жүзінде нұры жарқыраған пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды көреді. Ол Абдуллаға келіп: "Аллахтың саған сәлемі болсын, ей Абдулла. Мен жаратқанның елшісімін. Мен сен үшін қиямет күнінде шапағатшы боламын. Ей Абдулла, сен әлгі кедей кейуанаға құрмет көрсеткеніңдей, Аллах тағала да саған сондай құрмет көрсетті. Биылғы қажылық парызыңды орындаудан бас тартып, бар ақшаңды мұқтаж жанға бергенің үшін Аллах тағала жер бетінде сенің кейпіңде бір періште жіберді. Сол періште сен үшін биыл қажылық парызын өтіп, Меккеде Хорасан халқына жетекшілік етіп, оларға барынша қызмет жасады.
Осылайша Аллах Тағала бұйылғы барлық қажыларға бір қажылық сауабын жазған болса, ал сен үшін 70 қажылық сауабын жазды деп сүйіншілейді. Мұндайды естіген Абдулла ибн Мубарак ұйқысынан оянып, мән жайды түсінгеннен кейін Раббысына ризашылығын білдіріп, ұзақ құлшылық жасаған екен.